Армысыз құрметті көрермен, эфирде анығын айтқанда бағдарламасы. Ел дауысы арнасында мен Инга Иманбай. Апта сайын шығатын бағдарламамызды көріп, еңбегімізді бағалап жатқан сіздерге алғыс айтқым келеді. Менің жасаған талдауым қоғамға қандай да пайдасын тигізсе, сіздерге маңызды болса, бұл біз үшін үлкен жетістік. Шыққанына бір ғана ай болған анығын айтқанда бағдарламасын қазір ондаған мың адам қарайды. Бұл әрине аз емес. Демек, көрерменімізді, жанашыр оқырманымызды таптық деген сөз. Бірақ аудиторияны одан да әрі кеңейте түсуге болады. Ол үшін сіздердің көмектеріңіз қажет. Эфиріміздің астына лайк басыңыз, бір сөз болсын пікір жазыңыз. Бұл шындықты жүздеген мың адамға жеткізуге үлкен көмегін тигізеді. Одан бөлек ел дауысы арнасына жазылуды ұмытпаңыз. Апта сайын ең маңызды мәселе бойынша анығын айтайық. Бүгінгі эфирді жақсы жаңалықпен бастағым келеді. Біз бұған дейін бірнеше шығарылымда сөз еткен медет ислам ісі бойынша нақты нәтиже бар. Жезқазғанда 12 адамның жабылып соққыға жығуы салдарынан қайтыс болған медет исламның ісі бойынша бас прокуратура сот үкіміне наразылық білдіріп, протест жасады. Біздің де сұрағанымыз осы еді. Бұл протест 2025 жылғы 16 мамыр күні жоғарғы сотта қаралатын болады. Бастапқы үкім қоғамда үлкен резонанс тудырған еді. Мен жәбірленуші тараптың заңды өкілі ретінде бұл іс бойынша әділдікке қол жеткізу үшін барлық құқықтық тетіктерді қолдандым. Енді бұл ауыр істі жоғары сот қайта қарайтын болады. Бұл заңгерлік табандылықтың, жүйелі жұмыстың және қоғамдық үннің нәтижесі. Қоғамда кеңінен талқыланып, жүздеген мың адамның назарын аударып, қалың бұқара үшін әділдіктің бар немесе жоғына нақты көрсеткіш болатындай тағы бір іс сотта қаралып жатқан Шерзат Полаттың қазасына байланысты ашық процесс. Айдың күннің аманында жасөспірімнің кісі қолынан қаза болуы, оның отбасының әділдікті талап етіп, алаңға шығуы көпшілікті селт еткізгені сөзсіз. Оның үстіне Шерзатты қалай өлтіргенін де оның жақындары айтып берді. Анасының көзінше еш аяусыз, қастандықпен, арнайы дайындалып келіп, кеуделерінде қандай да кек қалса да, жасөспірім баланы әке-шешесінің, ағасының, жақын достарының көзінше қасақана өлтіру заңдылықты айтпағанда адамшылыққа жатпайтыны түсінікті. Міне, қазір осы іс сотта қаралып, көпшілік әділдіктің туы бұл істе көтеріле ме деп алаңдап отырғаны анық. Сот болып жатқанда оған төрағалық етіп отырған судья Ержан Жанұзақовқа қысым көрсету біздің ойымызда да, жоспарымызда да жоқ. Қоғамда айтылып жатқан пікірді сот жүйесінің қызметкерлері жақсы біліп отырғанына еш күмәніміз жоқ. Біздің мақсатымыз Шерзат Полаттың қазасына байланысты қаралып жатқан сот процесінде әділдік болса екен, заңдылық үстемдік құрса екен деген тілек. Қоғамның да күтіп отырғаны осы деп білеміз. Сол себепті өз пікірімізді ортаға салып, бұған өз ойымызды айтсақ деген ниетіміз бар. Шерзаттың туыстары, яғни жәбірленуші тараптың айтқан сөздерінің бірі, әлде бір Чика деген лақап атымен белгілі адамның делайте деген сөзінен соң қан жоса төбелес басталды, тапсырманы берген сол кісі дегені. Сол жерде біреу біз келе салмен, магазин алдында тоқтай салмен, біреу делайте деп айтады. Мен соны естеймін. Міне, сол Чика делінген адам сотқа келіп куәгерлік етті. Әрине, ол өзін Чикамын деп таныстырмады. Хутор бандасына еш қатысым жоқ дегенді ашық айтты. Қарапайым жүрген адаммын, сол күні кездейсоқ қана оқиға болған дүкенге бардым. Оның иелері қызмет көрсетуден бас тартқан соң ол жерден кетіп қалдым деді. Шерзаттың ағасы өз-өзіне қол салып қайтыс болды делінетін Нұрғанат Ғайыпбаев көзі тірісінде былай деген еді. Hyundai акцент көлігімен Чика деген адам келді. Мен оған түрің таныс сияқты дедім. Ол қартайып қалдым ғой деді. Мен күліп, сенің жасың әрі кетсе 30-да шығар, құрдас болармыз дедім. Ол күлді де дүкенге барып, есікті ашып,
достарына жасаңдар деді. Оның сөзін күтіп тұрғандар бірден шабуылды бастады. Осыған ұқсас сөздерді сотқа куәгерлік етуге келген Санат Әбдіқадыр деген адам айтты. Әрине, біз оны Чика деп нақты көрсетіп айта алмаймыз. Себебі қолымызда нақты дәлел жоқ. Бірақ ақпарат құралдарында оның сөзі мен Ғайыпбаевтың айтқандары бір-біріне ұқсас болып отыр. Соған орай Чика деген адам осы Санат Әбдіқадыр ма деп ақпарат құралдары болжам жасап отыр. Тиктокта Әбдіқадырға тиесілі аккаунттағы лақап атының Чика екені туралы видеода тарауда. Бірақ ол шынымен ресми аккаунты ма, ол жағын анық айта алмаймыз. Сотта куәгерлік еткен Әбдіқадыр былай деді. Маған Ғайыпбаев амандасып, сен төбелесуге келдің бе деп сұрады. Мен қартайып қалдым ғой дедім. Ол жымиып, біз екеуміз құрдас сияқтымыз. Мен 1994 жылы туғанмын деді. Мен 1997 жылғымын дедім. Сотта небәрі 14 минут сөйлеген Әбдіқадыр өзінің қақтығысқа еш қатысы жоғын, тек қана дүкеннен керек жарақ заттарын алуға келгенін айтты. Ақпарат құралдарында, әлеуметтік желіде дәл осы Чиканың төбелестегі рөліне тоқталып жатқандар көп. Шынында да бұл адам кім? Шерзатқа шабуыл жасауға келген есерсоқтарға қандай қатысы бар? Егер тапсырманы берген дәл осы адам болса, онда ол сотта неге жай ғана куәгер статусында тұрды? Тергеу қайда қарап отырды? Құзырлы мекеме қызметкерлері Чика деген адамның болғанын, оның тапсырма бергенін я бермегенін анықтауына толық мүмкіндігі бар. Бұл адамның сотталушыларға қандай да қатысы бар ма? Олармен қандай байланыста болды? Басқа жағдайларда қандай да тапсырма берді ме, бермеді ме? Мұның бәрін анықтауға толық мүмкіндік бар. Керек десеңіз, қылмыстық процестік кодексте жасырын тергеу амалдары деген 231 бап бар. Оған сәйкес тергеу органдары мынадай іс-әрекеттерді жасай алады. Осы тараудың ережелеріне сәйкес мынадай жасырын тергеу әрекеттері: адамды немесе орынды жасырын аудио және бейне бақылау, электр, телекоммуникация байланыс желілері арқылы берілетін ақпаратты жасырын бақылау, ұстап қалу және түсіріп алу, абоненттер және абоненттік құрылғылар арасындағы қосылулар туралы ақпаратты жасырын алу, компьютерлерден, серверлерден және ақпаратты жинауға, өңдеуге, жинақтауға және сақтауға арналған басқа да құрылғылардан ақпаратты жасырын түсіріп алу, пошта жөнелтілімдерін және өзге де жөнелтілімдерді жасырын бақылау, орынға жасырын кіру немесе оны тексеру, адамды немесе орынды жасырын байқауға алу. Түрмеде отырғандарды да дәл солай тексеруге құзыреттері бар арнайы органдардың. Олардың қасына адам отырғызып, сөз тарту, оны жазу, тергеуге керек сұрақтарды қою, сол арқылы дәлелдер жинақтау тәрізді іс-әрекеттердің барлығы жасалды ма, жоқ па? Егер жасалса, Чика деген адамның тапсырма бергені анықталмаса, онда бір сәрі, ал анықталса, онда бұл кісі жай ғана куәгер емес, сотталушы болу керек емес пе? Жәбірленуші тарап, оның ішінде көз жұмған Шерзаттың ағасы Нұрғанат Ғайыпбаев Чиканың тапсырма бергенін ашық айтты. Қоғамда да бұл мәселе үлкен сұрақ туындатып отыр. Шыны керек, Шерзаттың ісіне қатысты сот әділдіктің барометрі деп әсірелемесек те, заңдылықтың көрінісі болатыны сөзсіз. Себебі соттың қандай тоқтамға келетінін қалың бұқара күтіп отыр. Оның үстіне бұл істе даулы жағдайлар көп болды. Шерзаттың қазасынан бір апта өткен соң оның әке-шешесіне тиесілі үй өртеніп кетті. Прокуратура өкілдері үйді әлде біреулер өртегенін ашық айтты. Бұл іс-әрекеттің қасақана жасалғанын да мәлімдеді. Ішкі істер министрі бұл істі жеке бақылауына алғанын жария етті. Бірақ әлі күнге дейін Қаржаубай Нұрымовтың үйін кімдер өртегенін тергеу органдары айтпады. Яғни күдіктілер ұсталған жоқ. Бұл қылмысқа қатысы бар адамдардың ұсталмауы елдің арасында сұрақты көбейтті. Тергеу әділ өте ме? Іс дұрыс тексеріле ме? Жазықтылар қамалды ма? Міне осындай сұрақтар қарша борады.
Біраз уақыттан соң Қаржаубайдың інісі Нұрғанат Ғайыпбаев көз жұмды. Полиция ол өз-өзіне қол салды деп мәлімдеді. Тергеудің бұл нұсқасымен Ғайыпбаевтың туыстары келіспеді. Артынша Қаржаубайдың өзі әкімшілік қамауға алынды. Бір сөзбен айтқанда, Шерзаттың отбасын қасіретті тағдыр бір емес шыр айналдырды. Сондықтан қоғамның назары қазір осы сот процесінде. Оның отбасы әділдікке жетсе, шындық ашылса деп күтуде. Ашығын айту керек, бұған дейін Қаржаубай Нұрымовтың мүддесін қорғап келген Айтбек Амангелді шақырған қорғаушыларға да сұрақ туындайды осы кезде. Олар тергеу материалдарымен толық танысты. Не болып жатқанын өз көздерімен көрді. Осы уақытқа дейін неге үнсіз болды? Егер қандай да бұрмалаушылықтар болып жатса, қарындасы Нүкенованың қазасына байланысты өте көп сұхбаттар берген Амангелді неге үнсіз отырды? Шерзаттың ісінде бұлардың бәрі неге ауыздарына су толтырып алды? Менің айтып отырғаным айыптау емес, ашық сұрақ қою. Бір емес бірнеше қорғаушы шақырдым деді Айтбек мырза. Сол бірнеше қорғаушы неге мәселені қоғамның алдына шығармады? Сотта ашылып жатқан бір қатар мәселелерден соң Қаржаубай отбасының Амангелді көмегінен неге бас тартқаны да түсінікті болып жатқан тәрізді. Чикадан бөлек қазір сұрақ бұл сотта куәгер ретінде жауап беріп жатқан екі қызға да қойылып жатыр. Оның бірі Эльмира Нұрбекова тергеу кезінде берген жауаптарынан сотта бас тартты. 2 күн ұйықтамадым, 100 адам тергеді. Үйге тез қайту үшін барлық қағаздарына қол қоя бердім деп мәлімдеді. 100 адам тергейтіндей ол қандай тергеу болды сонда? Одан кейін қанша уақыт өтті? Нұрбекова содан бері өзіне қысым жасалғанын, қандай да құжаттарға мәжбүрлі қол қойғанын айтпады. Неге прокуратураға арызданбады? Неге ел алдына шығып осыны айтпады? Ал тергеуде Нұрбекова Абзал Шынасылдың Шерзатқа қалай пышақ салғанын, жасөспірімнің анасы көмектесіңдер, баламды өлтіріп жатыр дегенін естігенін түгел айтады. Оның айтқан деректері кейінірек сараптамада расталды. Эльмира Нұрбекова мұның бәрін қайдан білді? Егжей-тегжейлі айтып беретіндей жағдайы болса, қазір неге ол сөзінен бас тартып отыр? Қорықтым, басыма жай түскендей жағдайда болдым дегеніне сеніңкіреу біздіңше қиын. Екінші куәгер Дана Жақсыгелді Шынасылға пышақты жууға көмектескенін айтады. Неге полицияға хабарласпадыңыз деген сұраққа пышақты қанды көріп қорықтым деген жауап берді. Ашығын айту керек, бұл екі куәгерге қойылатын сұрақ жетіп артылады. Осы аптада сотта күдіктілер сұрала бастады. Ең алдымен Шерзатпен қақтығысқа себепкер болды делінетін Дархан Әскентайдан бастады. Шерзат өткені өзі сары формада жүрді, бір жағынан қызыл шапкада жүрді. Ол ана жерде мен бірінші бұрған адамды мен өгез танып қалам ғой. Дархан Шерзаттың өзін кастетпен ұрғанын, мұндай агрессияға еш себептің жоқ болғанын айтты. Бірақ прокуратура өкілдері Әскентайдың бұған дейінгі тергеуде бір рет кастет туралы сөз қозғамағанын көтерді. Шынында да бұрын неге айтпады кастетпен ұрды деп? Әскентай да маған қысым көрсетілді деді. Сотта оның жауап беріп отырған видеосы көрсетілді. Оған ешкім қысым көрсетіп жатқан жоқ. Байқағаныңыздай, айыпталушы тарап та, олармен бірге болған қыз да бізге қысым көрсетті деп жиі айтады. Бірақ осыдан шамамен 2 ай бұрын айыпталушылардың түрмеде туған күн тойлап, оны телефонына түсіріп, риза болып отырған видеосы тараған еді. Қысым көріп, қиналған адамдарға ұқсамайды. Ары қарай Әскентай досына хабарласқанын, оны төбелеске араласуға емес, өзін жай ғана алып кетуді сұрағанын айтты. Бұл жерде орынды сұрақ туындайды. Әскентай сонша таяқ жесе, неге полицияға шағымданбады? Неге жедел жәрдем көлігін шақырмады? Заңмен қисынға салсақ, солай жасауы керек емес пе еді? Бірақ оның бірі де жасалмады. Артынша не болғанын жақсы білесіздер. Қан жоса қырғын ақырында қасіретті оқиға орын алды. Айтпақшы, төбелестің басталуына себепкер болған бұл адамды бұзақылық бабы бойынша соттап жатыр.
Бұл қылмыспен ол 5 жылдан 7 жылға дейін түрме жазасына кесілуі мүмкін. Қазір түрмеде отырған бір күні 1,5 күнге саналады. Себебі ол тергеу изоляторында қамауда. Ойлап қарасаңыз, әрі кетсе, енді 1-2 жылдан соң ол мерзімінен бұрын абақтыдан босап кетуі ықтимал. Бұл қатаң жаза бола ма? Егер әскентай әлде бір досын шақырмағанда, оның артынша бір топ кісі келіп төбелесті бастамағанда, Шерзат қыршыннан қиылар ма еді? Қазір аман есен үйінде болмас па еді? Яғни қасіретті оқиғаның басталуына себепкер дәл осы адам емес пе? Олай болса, неге оған қатысты тек бұзақылық бабы қолданылып отыр? Осының бәрін неге айтып отырмыз? Қайталап айтайық, сотқа қысым көрсету мақсатында емес. Егер адамдар жазықсыз болса, оларды соттауды да талап етпейміз. Біздің айтпағымыз, бұл істі қоғам жіті назарда бақылауда ұстап отыр. Белгілі деңгейде заңдылықтың белгісіндей көруде. Сондықтан сот әділетті, заңдылығына күмән келтірмейтіндей үкім шығаруы тиіс деп санаймыз. Мұны талап етіп, әлеуметтік желілерде петицияда жарияланғанын атап өту қажет. Қазіргі таңда тек 9 адам ғана сотқа тартылып отыр. Алайда бұл қылмыстың негізгі ұйымдастырушысы Чика айыпталушылар қатарында жоқ. Қылмыс орнынан жасырынуға көмектесіп, пышақты жасыруға қатысқан 2 қыз куәгер ретінде танылғанымен, олар іс жүзінде қылмыстың сыбайластары болған. Қайғылы оқиғадан кейін марқұм Шерзаттың отбасы тұратын үй өртелді. Істің басты куәгері Нұрқанат мырза көз жұмды. Тергеу бұл жағдайды өз-өзіне қол жұмсау ретінде тіркелді. Алайда бұл істе күмәнді сәйкестіктер өте көп, тым көп. Бұл оқиға жеке трагедия ғана емес, ел қауіпсіздігіне төнген нақты қатер. Егер кінәлі тұлғалар жазадан сытылып кетсе, бұл өзге азаматтарға қауіпті белгі болады. Қылмысты жасыруға және жауапкершіліктен қашуға болады деген түсінік қалыптасады. Біз әділ әрі толық тергеу жүргізіліп, барлық кінәлі тұлғалар заң аясында жауапкершілікке тартылуын талап етеміз. Бұл еліміздің құқықтық жүйесіне деген сенімді сақтау үшін маңызды қадам, дейді петиция авторлары. Қазірдің өзінде бұл үндеуге жүздеген адам қол қойды. Бір ғана гәп петиция Ghostwriting.com сайтында жарияланды. Қазақстанда оның ресми мәртебесі жоқ. Еліміздің құзырлы органдары петицияға көңіл аудару үшін ол e-petition сайтында жариялануы тиіс. Ақорданың жариялаған естуші мемлекет концепциясына сәйкес, былтырдан бастап петициялар туралы заңды президент Қасым-Жомарт Тоқаев қабылдады. Соған сәйкес e-petition деген ресми сайт құрылды. Құзырлы органдардың ресми мәлімдемесіне сәйкес, петицияда мынадай мәселелер көтерілуі тиіс. Азаматтардың құқықтары мен бостандықтарының бұзылуына әкеліп соғуы мүмкін мәселелер. Қазақстан Республикасының конституциялық құрылысын, қоғамдық тәртіпті, халықтың денсаулығы мен адамгершілік құндылықтарын бұзатын мәселелер. Қазақстан Республикасының тәуелсіз мемлекет ретіндегі мәртебесін, оның унитарлығын, аумақтық тұтастығын және басқару формасын өзгертуге қатысты мәселелер. Қазақстан Республикасының әкімшілік аумақтық құрылымы мен мемлекеттік шекарасына қатысты мәселелер. Сотқа дейінгі тергеп тексеру және сот төрелігін жүзеге асыруға қатысты мәселелер. Прокуратура органдарының жоғары қадағалауын жүзеге асыруға қатысты мәселелер. Қорғаныс, ұлттық қауіпсіздік және қоғамдық тәртіпті қорғауға қатысты мәселелер. Азаматтарға амнистия және кешірім жасау мәселелері. Президенттің, парламент палаталары мен үкіметтің құзыретіне жататын лауазымды тұлғаларды тағайындау, сайлау және қызметтен босату мәселелері. Қазақстан Республикасының сайлау және республикалық референдум туралы заңнамасымен реттелетін мәселелер. Мемлекеттік рәміздер мен мемлекеттік тілге қатысты мәселелер. Мемлекеттік органдардың функцияларын өзгертуге байланысты мәселелер. Демек, заңға сәйкес ресми
платформада бұл петиция қабылданбайды. Себебі сот төрелігіне байланысты петиция жариялауға, оған қол жинауға тыйым салынады. Заңға сәйкес ол дұрыс та, себебі сот билігі тәуелсіз, оған кімнің де болсын қысым көрсетуге құқысы жоқ. Былайша айтқанда, сот қоғамның да, президенттің де, парламенттің де қысымына қарамауы тиіс. Жалпы сот билігі сондай болуы керек. Сондықтан заң бойынша бұл петицияның қорытындысы қабылданбайды деген сөз. Десе де, басқа да мәселелер бойынша петицияға қол жинау, мәселе көтеру біздің елде заң түрінде қабылданған норма. Егер қандай да мәселе көтерген петиция авторлары 2500 қол жинаса, бұл проблеманы қалалық я облыстық мәслихат деңгейінде қарайды. Егер үндеуді қолдаушылар саны 50 мың адамнан асса, онда оған үкімет деңгейінде мән беріледі. Петицияда көтерілген мәселе қай мемлекеттік органға қатысты екені анықталады. Одан кейін сол министрлік петиция авторларының, қоғам өкілдері мен бұқаралық ақпарат құралының қатысуымен ондай көтерілген мәселені ашық түрде талқылайды. Соңында үкімет петицияда айтылған ұсынысты қабылдай ма, әлде қабылдамай ма, соған нақты жауабын береді. Бір сөзбен айтқанда, идея жаман емес. Егер күйіп тұрған проблема болса, петицияға қол жинап, сол арқылы мәселені үкімет деңгейіне көтеруге болады. Бірақ атқарушы билік өкілдері оны қабылдамай тастауы мүмкін. Осы күнге дейін ресми сайтта 50 мыңнан аса қол жинаған 2 петиция қабылданды. Бірі утилизбор мәселесіне қатысты, оған санаулы күннің ішінде ондаған мың адам қолдау білдіріп, мәселе үкімет деңгейінде қаралды. Алайда премьер-министр де, басқа да үкімет мүшелері де Қазақстанда утилизборды алып тастау ұсынысын қабылдамады. Осылайша ондаған мың адам утилизбордан бас тартуға шақырып, петицияға қол қойғанымен бұдан ешқандай да нәтиже шықпады. Яғни соңғы сөз үкіметте. Екіншісі, ЛГБТ қозғалысын Қазақстанда тыйым салуға қатысты болды. Бұл мәселе де елде қызу талқыланғаны рас. Министрлік өкілдері оған толық тыйым салуға бармағанымен, петиция авторларының ұсынысын ішінара қабылдады. Бұл мәселе оқтын парламентте де көтеріліп тұратынын айта кеткен жөн. Сонымен, Шерзаттың ісіне қатысты петиция жариялаған жұртшылықтың бастамасын қалай қабылдау керек? Біздіңше, мұны әділдікті күткен, заңдылық салтанат құрсын деген қоғамның талпынысы деп қабылдаған жөн. Ол ресми сайтта жарияланды я жарияланбады деу әділдікке сұраныс тарапынан қарағанда аса маңызды емес. Маңыздысы қоғамның сұранысы мен ізденісі. Жаңа Қазақстан билігі бұған мән бере ме? Қоғамның бұл қозғалысына позитивті жауап қата ма? Оны уақыт көрсетеді. Құрметті көрермен, егер сіздің заңдық мәселе бойынша қандай да сауалыңыз болса, эфир астына пікір жазып қалдырыңыз. Жекеде қойылатын сұрақтарым бар десеңіз, Ел дауысы редакциясына хабарласыңыз. Келесі кездескенше аман сау болайық.